Қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында жазда қатырылған болгар бұрыштары мен каупсы тағамын даярлайтын боламыз. Ол үшін керек заттар: картоп, пияз, фарш, күріш, тұз, бұрыш және жазда қатырылған болгар бұрыштары қажет. Алдымен пиязды ұсақтап турап аламыз, 4 бұрышты қылып тураймыз. Одан кейін картопты пышақпен немесе арнайы ирелегіш құрал арқылы кесіп турап дайындап қоямыз. Алдын ала қазанға су құйып, газға қоямыз. Осы заттардың барлығын даярлап жатқан кезде біздің газдағы суымыз қайнап дайын тұрады. Енді пиязға татымына қарай тұз, бұрыш салып, мыжғылап аламыз, яғни пияздың соғын шығарамыз. Одан кейін фаршты да пиязбен жақсылап араластырып болғаннан кейін күрішті салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған салманы жазда қатырылған болгар бұрыштарына біртіндеп салатын боламыз. Болгар бұрыштарын мен жуған жоқпын, өйткені жазда қатырған кезде іші сыртын барлығын жуып тазалап, кептіріп, сосын барып қатырған болатымын. Осындай дайын болгар бұрыштарына дайын салманы салып, қайнап тұрған қазанға салатын боламыз. Тез әрі оңай, асығыс кезде дайындалатын тағамдардың бірі. Ешқандай да майға қуырмаймыз, өз суына, өз майына пісетін тағам. Қазір қазанға осылардың барлығын саламыз. Ешқандай да майды қуырмаймыз. Осылайша қайнап тұрған судың үстіне болгар бұрыштарын біртіндеп саламыз. Болгар бұрыштарын салып болғаннан кейін үстіне картопты саламыз. Картоптан кейін бір ас қасық томат салдым. Ол менде үй жағдайында жасалынған томат. Осылайша бір қозғап бетін жауып қоямыз. Қазандағы сорпа қайнағаннан кейін бетін ашып, татымына қарай тұз саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ешқандай май салған жоқпын. Фарштан өзінің бөлінген майымен осылай керемет болып пісіп шығады. 45 минутта немесе 1 сағат көлемінде пісіп шығатын біздің кешкі асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тез әрі оңай, үй жағдайында жасалынатын тағамдардың бірі. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасаңыздар. Айкони Фудқа тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын!